Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыз барлау жұмыстарын жүргізу. Барлау газдалған аудандарда адамдардың нақты орны белгісіз болған жағдайларда оларды іздеу үшін бірінші медициналық көмек көрсету үшін және қауіпсіз жерлерге тасымалдау үшін ұйымдастырылады. Апат болған жерлерде апаттардың сипаты мен көлемі, токсинді, жарнама, жарылу қаупі бар заттардың концентрациясы, газдалған ауаның шекарасын, қоршаған ортаның температурасын барлауды, кәсіби апатты құтқару қызметін тек газдалған аудандардың зардап шеккен болмаса, немесе олардың таза ауаға тасымалданып болған соң және зардап шеккендерге бірінші медициналық көмек көрсету қамтамасыз етілген жағдайда ғана жүргізу мүмкін. Барлау бойынша бөлімше алдыңғы тапсырманы қоюды, төтенше жағдай штабы барлауды ұйымдастыру кезіне дейінгі қолдағы бар мәліметтер пайдалану керек. Инженерлік техникалық қызметкерлері мен апаттары учаскелік қызметкерлерінің алдыңғы жауап қорытындысы, апаттар мен агрегаттардың жағдайы туралы мәліметтер, газдық және метеорологиялық болжамы, басқа да мәліметтер, зақымдалған ауаның қозғалу бағытын бақылау үшін түсті түтін шашкаларын қолдануға ұсынылады. Барлау баратын құтқарушылардың білуге тиісті. Барлаудың негізгі міндеттерін білуге, апаттың тыңдауы орны мен апат түрін білуге, бөлімше қозғалу жолдарын білуге, токсинді өрт жарылу қаупі бар заттардың сипатын, олардың қорғану тәсілдері мен олардың концентрациясын бақылау білуге, апаттың ұшыраған адамдардың алдын ала болжау санау және олардың орнын білуге, газ толқын таралу мүмкін бағыттары, апаттың барысында болуы мүмкін қиындықтары, қолданылатын газ тұтатқыш пен қорғаныш костюмдері түрлері мен олардың газдалған атмосферада болу үшін төтенше жағдай штабының мекен жайы, токсинді өрт жарылыс қаупі бар заттардың буының таралу жолдарына әртүрлі құрылғылармен қолдану арқылы су шамаларымен жасау, апатты құтқару техникаларының жұмыстарын жүргізіп жатқан газдалған ауадағы газдалған ауадан шығуға және кіруге болмайтын белгілер, қауіпсіздік бекеттер қойылады. Газдың ластануы немесе жарнама сұйықтардың заттардың жою үшін бөлменің газдалуының газ анализаторы немесе пробаларды таңдау жолымен ауа құрамында зиянды заттардың төмендеуіне дейін тұрақты бақылау жүргізу керек. Ауаның пробасын таңдау, апат жойылған соң ауаның жағдайы барлық апат өндіріс территориясын бекітілген санитариялық нормаға сәйкес келгенше қорғаныс құралдарын киген газдан құтқарушылар ғана жүргізе алады. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.